анамның қайғысы аздай жаңағы бір бағдарламаға күйеу іздеп шықтым ғой мен. Қалаулым. Иә, қалаулым еді ол кезде. Бірақ сол қалаулымға шақырған мені қазіргі күйеуім. Ол жерде енді ақша төленетіні анық. Ол жерде өйткені қаншама адам ана жерде ай бағып жұлдыз тағалап отырмайды. Ол бір жұмыс ретінде қаралады. Ақша төленеді. Қанша төленді сол кезде? Сол кезде маған шынымды айтсам бір жол күремен барлығы бір 150 мың төленді. Айлық па ол? Айлық. Одан кейін мен жаңағы үлкен жаңағы продюсеріне айттым, мен сіздердің айтқандарыңыздың бәрін жасамаймын. Мен біреу айт деп аузыма шайнап берген жұтпаймын. Мен өзім шайнап, өзім жұтам. Көп жерде сондай мінез жақтан қиыншылықтар келді, түсініспеушіліктер. Содан кейін ол кісімен айттым, мен қазір жұмыс істеу керекпін. Мен 150 мыңның бетіне қарап отыра алмаймын. Оның бір 50 мыңы жолыма кетеді, 50 мың пәтеріме кетеді. Менің мамам осындай қиын жағдайда бауырларыммен. Дебем, ол кісі маған айтты, жақсы, сенің жаңағы ақшаңды көбейтеміз де. Бірақ енді 1 ай өтті, 2 ай өтті, сол 150 мыңды алып жүрдім. Одан кейін көтерілмейді, ана айтқан уәде орындалған жоқ. Содан кейін қолды сілтедім де мен де кетіп қалдым. Ол уақытта бірақ жаңағы менің жолдасым сол жерде жаңағы оператор болып жұмыс жасаған, өзі шақырған, сен бір жұлдыз болам дейтін арманың бар еді ғой деп, бір бағдарламаны түсіріп отырып танысып қалғанбыз ғой. Сен осы салада жұмыс жасайсың ба, сен қазір кастингтен өтпедің ғой, не істейсің әрмен қарай деген кезде, мен бәрібір жұлдыз болам. Мен жарық етем, көресіздер деп кеткем ғой ана жерде, қағынып сілкініп. Сол жерге содан кейін осындай бағдарлама болып жатыр деп шақырды. Сол жерде танысып, көңіл жарасып, содан кейін жаңағы жігітіммен жаңағы қалаулымда таныстық. Оған дейін таныс болдық. Бағдарлама барысында емес, бағдарламаның сыртында таныстық. Қызбен жігіт болып жүрдік. Ол уақытта да енді біраз қателіктер болды. Анамды ажыратпадым мен. Сол үшін қазір өкінемін. Ең үлкен өкінішім сол. Одан кейін жаңағы жастықтың буымен өлең жолдары бар еді ғой. Абайлап байқап жүріңіз, қалаға келген қара қыз деген. Тура ауылдан келіп жатқан сіңілдерім бәріне осы сөзді айтатын ем. Бұл қала өз сондай екен. Ешкімді аямайды, өзің түзу жүріп, өз жолыңды білмесең, мынау айқыш-ұйқыш жолына салады екен. Сол кезде білмеймін, менен кішкентай кезімнен әкемнің қызы дегеннен кейін ең бірінші Алладан кешірім сұрайтынмын, қателіктерім мен күнәларым үшін. Одан кейін әкемнен кешірім сұрайтынмын. Оңтүстік дәстүрді берік ұстайтын қаланың бірі ғой. Сіздің қалаулымға шыққаныңызды ел жұртыңыз жалпы не деді енді, сіз қалай жауап бердіңіз ол кісілерге? Менің бетіме келіп ешқайсысы айтпайды, бірақ сол ауылдың ішінде отқан бауырларымның бетіне салық қып салып, анама айыпты қылып, мынау қазақта кім жаман, жесір әйел жаман, жетім қыз жаман. Біз ондай кезде бүйтіп ойламаймыз ғой. Ертең жарлы байиды, жетім жетіледі, жетім бала ел болады, жесір әйел ер болады дегенді қаламаймыз ғой. Ол кезде айтқымыз келмейді. Ондай бір болашағына бір жарқын көзбен қарап бір демегін келмейді ғой ондай кезде. Енді анама қолдау көрсеткен кісілер де болды, бірақ бір кісідей табалаған жандар да болды. Ауылда көбінесе Құран оқытады ғой марқұмдарға. Сол кезде Құран оқытқан кезде жаңа бір бөлме болып әйелдер отырған кезде ауылдың жаңағы үлкен апаларым біздің жөнге салған түрі ғой, тұрғызып қойып орнынан ұрысып, анам сондай жерлерде жылап кеткен кездері болған екен. Оны маған кейін айтып жатыр ғой. Қазір енді өзім де қызды болдым ғой. Анаңа не істесең алдыңа со келеді дейді. Соның Құдайдан бір тілерім, менің жасаған қателіктерімді қызым қайталамай қойсыншы деп анамнан әбден кешірім сұраймын. Тауық өз атын өзі шақырады демеңіздер. Бұл менің өмірім бағдарламасы болғаннан кейін, бұл менің қателігім. Қашанғы біз ауруын жасырған өледі дейді, жақсы жағымызды ғана айтып, өзімізді бір періште қыла береміз. Өзің диуанасың, кімге пір боласың дейді ғой. Мен көп адамға үлгі болатын адам емеспін. Менің де бір кісідей жасаған қателігім бар. Соны ашып айтып жатқан жайым бұл. Қалаулым бағдарламасына пиар үшін келіп тұрсыз ғой сіз сонда? Атақ үшін ғой. Тезірек жұлдыз болғымыз келеді. Танымал болу үшін. Санамыз сол уақыттағы менің санам соған жетіп тұр ғой. Әрмен қарай болатын өмір, ертең мен бір елге келін болсам, мына келіннің кезінде анау қазақтың жалпақ сөзі ғой, бай таппай қалатындай бай іздеп бүткіл елдің алдына шыққан деген сөздерді ойламағанбыз ғой. Біз артымызды ойламаған ғой ол кезде. Бірақ енді жолдасым сол жерде жұмыс жасағаннан кейін мені 100% түсінді. Қазір отбасымызда ол бағдарлама туралы айтып, менің өткенім туралы айтып, ешқандай да бір ұрыс керіс онда ештеңке болмайды. Есімі Роман, атыны Затсай романтик, қазақ керейдің азаматы. Осы жер бетінде миллион керей болса, сол миллион керейдің келінімін мен. Күйеуім Балажан. Мен кішкене біреуге артық сөйлеп қойсам, тігісін шатқызып, кешірім сұрап, әйтеуір қателігін түзелеп жүреді. Аны қазақта сөз бар ғой, еркекті ер қылатында әйел, ер емес ез қылатында әйел. Еркектің есіктегі басын төрге сүйрейтінде әйел деп. Бірақ бізде керісінше да, менің есіктегі басымды төрге сүйреп жатқан күйеуім сияқты. Өйткені біз жаңағындаймыз ғой. Қызу қандымыз, арқамыз бар ғой, адайлығым ұстап тұрады. Мен Қоңыраттың қызы болсам да, беттен алып төске шауып тұрған кезде күйеуім көбінесе тізгінді тартып, тізгіндеп мен солай отырады. Ана Розалы Қожа апайымыздың сөзі бар еді ғой өлең жолдарында. Қатын да бола аламыз, мінезді сәл-пәл жөндесек деп, сол мінезді сәл-пәл жөндеп мені қатын қылып отқан сол кісі.